Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Мен бүгін сіздермен қазан тазалайтын боламын. Ол үшін маған бірінші мынандай үлкен қазанға 6 ас қасық сода салып жатырмын. Одан кейін 6 ас қасық порошок және осындай 1 штук кір сабын и 6 ас қасық сұйық май салатын боламын. Бұл әдісті мен тоже интернеттен көрдім. Бұл әдістің маған ұнағаны, үйде кішкентай балалар болғандықтан онша химиялық қатты қоспалар жоқ. Үйге мынандай мысалы басқада спрейларды қолданатын болсам, үйдің іші мысалы сасып, балдарға зиян келуі мүмкін деп ойладым да, осы әдісті таңдадым. Қазір сіздермен бұны мен эксперимент ретінде көремін. Нәтижесін бірге сіздерге бөлісемін, бірге көретін боламыз. Қазандарды жарты сағатқа да где-то, өздеріңіз көресіздер ғой, қарайсыздар, енді майдың жібігеніне қарай қазанның ішінде қалдыратын боламыз. Және де уже майлар түсіп бастаған кезде жайлап қырғышпен немесе бір губкамен жуып тастасаңыздар, бәрі кетіп қалады. Ол жақта менде мындай қолданбайтын сковородка тұр. Соны тазартып көрейік. Осылай сеп қалды. Ладно, кезек-кезектен ауыстырып тұрамыз. Мына жаққа тағы да бір сковородка салып тастағам ғой. Мынаны қараңыздар. Асты жағы өзінен өзі түсіп жатыр. Күшті екен. Сосын газ уже жуған түрін көрсететін боламын сіздерге. Бәрі дайын болды. Енді қазір мен балаларға компотпен Мейірмен Димашқа круассан беріп жатырмын таңғы асқа. Одан кейін екеуіне де ас қорытулары жақсы болу үшін осындай актимель беремін. Енді аптасына 1-2 рет, 2-3 рет продуктыға барған сайын осылай алып тұрамын. Екеуі өте қатты жақсы көреді, жақсы ішеді. Бізде міне обед дайын болды голубцымен. Осылай міне обедімізді ішіп, ары қарай далаға шықтық. Біз қазіргі таңда күн жылы болғаннан кейін далаға 2 рет шығамыз, күнде серуендейміз.
бір жаққа кетіп бара жатыр ғой деймін ше. Сумка ғой сондай деймін ше. Бүгіндікке осы достар. Келесі видеоларда кездескенше тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.